Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі мынау онлайн форматында өтетін біздің мынау семинарымызға қош келдіңіздер деп айтамын. Бұл білесіздер қандай мақсатта ұйымдастырылып отқаны, себебі аттестация талаптарына қарай, яғни педагогтарды аттестаттау шартының ерекшелігіне байланысты 25 ақпандағы 32 бұйрық бойынша педагог зерттеушілеріміз өздерінің авторлық жұмыстарын міндетті түрде трансляциялау керек болатын, яғни тәжірибе алмасу керек болатын. Сондықтан бүгін бізде 178 мамандандырылған лицейдің мұғалімдері, яғни педагог зерттеушілері бірігіп бүгін бірнеше мұғалім өздерінің тәжірибесімен сіздерге бөліседі. Сондықтан әр кісіге регламент 3 минуттан беріледі. Сол кісілерге сөз кезегін береміз. Ол кісілер бүгін ортамызда қатысып отырған бүгін Алатау аудандық білім бөлімінің маманы Нақысбеков Дархан Сатылғанұлы, одан кейін лицей директоры Шадиев Қайратбек Хамзаханұлы. Олай болса, бірінші авторлық бағдарламасын ұсынатын математика пәні мұғалімі Ильясова Гүлшат Нұрсейдовна, одан кейін Жайна Аманжол математика пәні мұғалімі, Нұрбекова Ара Сейсенова математика пәні мұғалімі, Өкпебаева Салтанат Каджимуратовна математика пәні мұғалімі, Шалқарова Балжан Өмірбек қызы математика пәні мұғалімі, Байтилеева Гүлнар Ашимовна информатика пәні мұғалімі, Бейсенбекова Ләйлім Калиевна информатика пәні мұғалімі, Молдахмет Нұрлан Төлебайұлы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі сіздермен өз тәжірибесін бөліседі. Сөз кезегі. Теңдеулер мен теңсіздіктер 6 сыныпқа арналған. Так. Енді жалпы курстың мақсаты бізде теңдеулерді теңсіздікті шешу модуль бар графиктерді құру саласында интеллектуалдық және практикалық дағдыларды дамыту. Курстың міндеттері оқушылардың модуль таңбасар теңдеулер мен теңсіздікті шешу әдістері туралы түсініктерін кеңейту. Оқушылардың логикалық мәдениетін және математикалық курс жазудың негізгі құрылымы барысында түсініктеме хат мазмұны. Бұл жерде курстың негізгі мақсаты, курстың міндеттері, бағдарламаның өзектілігі жазылады. Екінші курстың мазмұны бойынша, бөлім бойынша тақырыптар жаңағы кетеді. Үшінші нормативтік бөлімде 34 сағатты бөліп жазу керексіздер, яғни практика қанша, лекция қанша деген сағаттарыңыз бөліп жазасыздар. Төртінші ақпараттық әдістемелік бөлім. Бесінші оқыту ұйымдастыру әдістемелік нұсқаулар. Бұл жерде сіздер жаңағы практика есептеріңіз, тест жұмыстарыңыз барлығын кіргізсеңіздер болады. Ал әдістемелік нұсқаларда жалпы қандай тесттер, қандай оқулықтардан қолданыңыздар, енгізесіздер. Менің бұл электив курсымда негізі қарапайым есептен бастап күрделі есепке дейін берілген. Так. Енді бұл менің қазіргі осы уақытта Алматы қаласындағы Түрксіб, Алмалы, Әуезов аудандарында қолданып жатқан мектептерден алған анықтамаларым, және де республикада да Павлодар, Астана қалаларында қолданып отыр екен. Енді негізгі осы бағдарламама мен көмекші құрал ретінде Notion Show деген сайтты пайдаланып, бұл жерде негізінен лекцияларыңызды, барлық программаларыңызды енгізіп, жазып қойып, кез келген уақытта мына Publish деген программамен, ссылкамен балаларға жіберсеңіздер, олар кез келген уақытта оқи алады. Бағдарламаның негізгі өзектілігі қиындықтардан шығу, тиімді әдістер мен тәсілдер, логикалық пайымдаулар, математикалық модельдеу болып шығады. Жалпы осы бағдарламаның күтілетін нәтиже математика пәнінің функционалдық сауаттылығын жоғартылған қалыптастыру, бірінші, екінші қасиеттерін қолдануды, модуль таңбасының астындағы айнымалысы бар теңдеулер мен теңсіздіктер шешуді біледі. Келесі модульдер бар теңдеу мен теңсіздіктер шешу, алгоритм теңсіздіктер шешу интервалдар әдісін қолдануын біледі. Модульдер мен есептер шығарғанда және өрнектердің модульмен түрлендіру кезінде санның абсолют шамасын анықтамасын қолданады. Теңсіздіктер шешу ережесін
модуль тұра түсудің абсолют шаманың негізгі қасиеті біледі. Жалпы осы бағдарламамды барлық мектептерге қолдануға ұсыныс беремін.